Бүгінде сыр медицинасында соны серпіліс бар. Дәрігерлік емдеу мекемелері заманауи құрал жабдықтармен жабдықталып, қызмет көрсету сапасы жақсарды. Нәтижесінде аймақ тұрғындарының өмір сүру ұзақтығы 72 жасқа жетті. Ана өлімі 86%-ға азайса, сәби өлімі 2,5 есеге төмендеді. Әрине, бұл жетістіктердің артында Гиппократ антынан айнымаған ақ халатты абзал жандар тұр. Медицина қызметкерлерінің кәсіби мерекесіне орай еңбегімен ел алғысына бөленген сала үздіктері марапатталып, құрмет төрінен орын алды. Солардың бірі Арал ауданына қарасты Қамысбас дәрігерлік амбулаториясының меңгерушісі Жаңбырбай Айтжанов. Саналы ғұмырын медицина саласына арнап 24 сағат бойы халыққа қалтқысыз қызмет көрсетіп жүрген білікті дәрігер денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін төс белгісімен марапатталды. Қамысбас елді мекенінде 27 жылдан бері қызмет атқарып келемін. Осы енді селолық жердің бір қиыншылығы да көптеу, молдау, қалалық жерге қарағанда селолық жерде ешқандай жаңағыдай күндіз түні шақыртулар барады, соған барып тұрамыз, көмегімізді халыққа санаспай көмектесіп тұрамыз. Мына кәсіби мерекеге байланысты мен өзім ұжымдастарымды, әріптестерімді осы кәсіби мерекелермен құттықтаймын. Ал облыстық медициналық орталығының реаниматолог дәрігері Нұрлан Әбдіқадыр үшін ең басты бақыт жансақтау бөліміне келіп түскен науқастың ес жинап кірпік қағуы. Ширек ғасыр ішінде өліммен арпалысқан талай адамның тағдырына араша болып, алғысқа бөленген ақ халатты Абзалжан төл мерекесі қарсаңында лайықты құрметке бөленді. Нұрлан үшін бұл марапаттың орны ерек. Ең қиын тұсы реанимация бөлімшесіне жастар өте ауыр хал жағдайда түсіп, біздің жасаған ем шараларымызға көнбей, ана өмірге кетіп қалғанда ең қиын сәт. Ал енді тура сол жастар түсіп, олар тәуір болып, өзінің бөлімшесіне ауыстырылғанда сол жаңа профессиональный удовольствие деді, рахаттану. Сол кезде көңіліміз толып, біз рахаттанып қаламыз. Бізден тәуір болып кетсе, одан артық бізге бақыт жоқ. Марапат легі мұнымен толастаған жоқ. Ұзақ жылдардан бері осы салада үздіксіз еңбек етіп келе жатқан білікті дәрігерлерге еңбек ардагері медаль табысталса, бірқатар мамандар денсаулық сақтау саласының үздігі төсбелгісіне ие болды. Осы 15 жылдың ішінде осы кісілермен бірге келе жатқанда біраз нәрсені көрдім. Әрине, жаңа туған нәрестенің көзі кірпігі енді ілінбей, өмір мен өлімнің ортасында жатқанда дәрігерлердің шырқыраған жаны, немесе жансақтау бөліміндегі дәрігерлердің бар үмітпенен науқасының бетіне телміруі, немесе кішкене ғана ұшақтың ішінде 500-600 километр жерге бір бригада болып ұшып барып, сол жерден ауыр науқасты әкеліп, ол жерге ол науқастың тірілтуі, немесе ана мен баланы әкелуі, бұл үлкен ерлік деп есептеймін. Мен осы кісілермен бірге 15 жыл бойы жүріп, осы мамандыққа деген құрметім артты. Еліміз бойынша бір күнде 500 миллионнан астам қазақстандықтар дәрігерге жүгініп, 8 мыңға жуық пациент стационарларда емделеді екен. Ал тәулігінде 1000-нан астам әйел өмірге сәби әкеліп, ана атанады. Ал облыс бойынша жыл басынан бері 6 мыңға жуық періште дүние есігін ашқан. Айта кететін жайт, сыр өңірі денсаулық және білім саласы бойынша қаржы бөлуде 16 аймақтың арасында көш басында. Нәтижесінде медициналық ұйымдардың жарақтандырылуы 54%-дан 78%-ға артты. Жыл соңына дейін Жаңақорған аудандық емханасы мен Қазалы Арал аудандық ауруханаларының құрылысы аяқталып, ел игілігіне берілмек. Сонымен қатар жуырда номер 2-ші қалалық емхана жаңа ғимаратқа орналаспақ. Қазіргі таңда облыста мемлекеттік жекеменшік әріптестік арқылы жалпы құны 4,3 миллиард теңгені құрайтын 6 нысанды іске асыру жоспарлануда. Сондай-ақ мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында номер 4-ші қалалық емхана, 4 дәрігерлік амбулатория, Арал ауданындағы Бекбауыл, Сырдария ауданындағы Ақжарма, Шейілі ауданындағы Жөлек, Қазалы ауданындағы Өркендей ауылдарында дәрігерлік амбулаторияларының құрылысын жүргіземіз. Жалпы 2019 жылға дейін облыстағы дәрігерлік амбулаториялар мен фельдшерлік акушерлік бекеттер толық жаңаланып болады деп ойлап отырмыз. Тағы бір жағымды жаңалық. Алдағы уақытта Байқоңыр ауруханасында операциялық, реанимациялық және консультативті диагностикалық бөлімшесі бар 30 төсекті хирургиялық бөлім ашылмақ. Сондай-ақ жедел жәрдем қызметінің сапасын жақсарту мақсатында жыл соңына дейін су жаңа 43 сан автокөлік беріледі. Сыр медицинасындағы соны серпілістерге тоқталған Қырымбек Көшербаев сала мамандарын кәсіби мерекелерімен құттықтап, игі лебізін жеткізді. Салтанатты шара мұнан әрі эстрада және жергілікті өнерпаздардың концерттік бағдарламасына ұласты. Әкімжан Жолтаев, Нұржан Мызраев, Досқан Сәтбай, Қазақстан, Қызылорда телеарнасы.